Сәлеметсіздер ме? Менің каналымның көрермендері және қонақтары. Бүгін біз сіздермен күріш суының пайдасы туралы әңгіме қозғайтын боламыз. Күріш адам денсаулығына өте пайдалы зат. Күрішті күнделікті тұтынып отырсақ та, ол ағзаға ешқандай зиянын тигізбейді. Ал күріш суының күріштен де қатты пайдалы екенін білдіңіз бе? Дұрыс дайындалған күріш адам өмірін ұзартады. Күріш жеп отырған кезде ағзадан токсиндер шығады. Күріш асқазан мен ішек жұмысын ретке келтіреді. Күрішке қарағанда оның суының пайдасы өте мол. Ең біріншіден мінсіз келбет және күш-қуат, сау тері. Екіншіден асқазан, тері ауруларын емдейді. Ал үшіншіден оба ауруының алдын алады. Біле білсеңіздер, Корея елдері күрішті бекерден көп жемейді. Олардың барлық пайдасын біле тұра, бір стакан суға бір ас қасық күрішті салып, оны жай отта шала пісіріп, күрішті сүзіп алып, суын суытып, бетіңізді күнделікті жуатын болсаңыз, бір аптада өз нәтижесін береді. Сонымен қатар күрішті пісіріп, оны айран қосып күнделікті жейтін болсаңыз, біріншіден артық салмақтан алуға көмектеседі. Ішек жолдарын жаңартып, тазалап, сонымен қатар бетіңізге оң әсерін береді. Ұнаған болса, лайк басып тіркеліңіздер.